Аса құрметті менің оқырмандарым, менің каналыма қош келдіңіздер. Білесіздер, мен каналыма өте пайдалы видеолармен бөлісіп отырамын сіздерге. Және сол видеолар ұнап жатса, міндетті түрде лайк, комментарий тастап, подписаться етуді ұмытпаңыздар. Бүгінгі кезектегі пайдалы видеолардың бірі бұл қой сою ережесімен таныстыру. Әрине, әр елде, әр жерде қойды әртүрлі сояды, бірақ біздің батыста міне қойды осылай соямыз. Әбден бауыздап, қанын ағызып, мойнын тазартып алғаннан кейін біз қойды осылай екі артқы аяғынан жоғары қарай ілеміз. Яғни сүйектерін бұтарлау үшін, ыңғайлы болу үшін осылай екі аяғынан жоғары қарай іледі. Қарнын жарып, шек қарнын түсіріп алғаннан кейін ең бірінші сүйегі, сылынып алынатын сүйегі, ол әрине жауырынға жалғасқан жіліктерін бірге аламыз. Ол жерде жауырын, яғни қойдың алдыңғы аяғы жауырынға жалғасқан ортаңғы жілік пен кәрі жілік болады. Ол үлкендерге ұсынылатын сүйектердің бірі. Одан кейін екі аяғын сөгітіп болғаннан кейін міндетті түрде сүбесін бірге қосып, мына төс етті аламыз. Төсті аламыз. Төс бұл білесіздер, қазақта күйеу балдарға тартылатын құрметті сүйек. Содан кейін екі жақ қабыртқасын сөгітіп, сүбелеріне тимейміз, яғни сүбелері бірге алыну қажет. Сол кезде қабырға өте дәмді болып, өте әдемі болып, қазанға түскен кезде, табаққа түскен кезде әдемі болып жатады. Содан кейін қарай қайтадан түсеміз. Басқа сүйектерге тиіспестен бұрын төменнен бастаймыз қайтадан. Бұл мойын омыртқаны. Мойын омыртқаны алмастан бұрын оның сыртындағы еттерін, яғни мойын еттерін сылып, бөлек дайындаймыз. Оны жеңіл тамақтарға, қуыратын тамақтарға турап пайдалануға өте ыңғайлы, немесе қуырдаққа салып жіберуге болады. Біз көбіне көп қуырдаққа саламыз әрине. Содан мойын омыртқаны ұзын омыртқадан ажыратып аламыз. Яғни мойын омыртқаны осылай бөлек пісіреміз. Ет салғанда болсын, сорпалатқанда болсын, мойын омыртқаны осылай салып жіберуге өте ыңғайлы және дәмді болып піседі. Ал мойын омыртқаның тағы пайдалы жері, енді қазақта көп ырымдар бар. Ырым нанымға сенетіндер де бар, сенбейтіндер де бар. Бірақ оны бала босанған кезде, сәби дүниеге келген кезде, арнап қан шығарады, қан шығарған кезде осы мойын омыртқаны еш ажыратпай пісіріп, әкесі я анасы мүжіп, мойын омыртқаны сындырмау қажет. Қырқынан шыққанша, яғни баланың мойны тез қатаю үшін осы мойын омыртқаны ырымдап алып қойған екен. Сондай ырымдан сенімдер бар. Ал келесі кезекте мына ұзын омыртқаны, ұзын омыртқа 12 болады. 12-сін санап тұрып, осылай 3-3-тен, 2-2-ден, 4-4-тен немесе өз қалауларына байланысты осылай ажыратып аламыз. Сорпалатқанға, етке салғанға өте дәмді сүйек және тез пісетін сүйектердің бірі осы ұзын омыртқа. Одан кейінгі бел омыртқа 6 штук болады. Оны да 2-ден, 3-ден ажыратып алуға болады. Кейінгі кезекте келетін сүйек, ол ең дәмді сүйектерінің бірі, жамбасқа жалғасқан асық жілік пен тоқпан жілік. Міне көрдіңіздер, қай жерінде безі болатын, ол безді міндетті түрде алып тастау керек. Кейбір адамдар білмей сол безбен бірге пісіріп жатады. Ол өте дұрыс емес. Сөйтіп, жамбасты жіліктен айырып, бөлек саламыз. Бұл жілікті де, бұл жамбасты үлкен құдаларға, үлкен бір сыйлап келген қонаққа, сыйлы қонаққа асатын сүйектердің бірі. Келесі жағында дәл солай ажыратып аламыз. Дәл сол жерде, яғни жіліктің етінің арасында безін алып тастаймыз. Ал келесі сүйек, ол әрине құйымшақ. Құйымшақты бізде қазақта қыздарына сыйлаған. Яғни етті асқан кезде қызы келетін, күйеу баласы келетін болса, осы төс пен құйымшақты бірге салған, қызына берген. Міне тағы да сол дәл сол жерде міне безді алып тастайды. Сосын тағы бір жерінде без, ол жаман бағана өтіп кетті. Шабында болады қойдың. Сол жерінен де безді алып тастап, таза сойған дұрыс.